Достар, оказывается, мынау өмір біз ойлағаннан да жеңіл екен ғой. Біз өзіміз екен ғой қиынатып жүрген. Егер өміріңіз жеңілдеткіңіз келсе, бұл видео сізге дәл уақытында шықты, соңына дейін көріңізші. Мен ойды жеткізу үшін даже мен шашыма, киіміме берген жоқпын. Сразу тұрып видео түсіріп жатырмын да. Жалпы мен қазір тәубе етіп отырғанмын өзім дейтін. Тәубе етіп отырған кезімде ішімнен андай бір дұғалар шығып жатыр да. Мен ұйқымды реттегім келіп жүрді қазір дейтін. Мен уже реттеп бастадым. Ішімнен бай шығады ғой. Я жаратқан, ұйқымды реттеуді маған өзің үйретші. Өйткені менің жүрегімді басқарып тұрған сенсің ғой. Менің өмірімді тек сен ғана өзгерте аласың. Өзің маған көмектесші дей. Одан кейін тағы да питаниемді реттегім келіп жатыр да. Я жаратқан, менің питаниемді реттеп берші өтінем. Өзің көмектесші маған. Мен қанша реттейін десем де болмай жатыр. Жаратушың арқылы шыға беру керек екен ғой, мен соны түсіндім да. Өйткені шынымен біз жаратушымызбен ғана мықтымыз. Біз өмірімізді тек жаратушымыз арқылы ғана өзгерте аламыз да. Біз өзіміз тырысамыз ғой дисциплинированный болуға да. На самом деле, я жаратқан, дисциплинаны өзің үйретші маған өтінем. Дисциплинаға керекті, қажетті маған мінезді өзің салып қойшы деуді. Тағы да не бар? Қарыздан құтылуымыз келе ма? Я жаратқан, мен қарыздан құтылуды білмей жатырмын. Не істерімді білмей жатырмын. Жаратушы маған қарыздан құтылуды өзің үйретші. Қандай да бір мақсатыңыз бар, қалауыңыз бар, Б точкаңыз бар ғой. Я жаратқан, осы бара жатқан Б точкама, осы мақсатыма керек жолды өзің құрып берші маған өтінем. Осы жолда керек адамды, керек білімді, керек күш қуатты, керек төзімділікті жаратушым өзің маған беріп қойшы, өткені мен сенсіз ешкім емеспін. Мен тек сенімен ғана мықтымын. Қараңызшы, біз жаратушымызға сенсек, құстай ұшамыз да кәдімгідей. Ал өзімізге сенсек, тоқтап жетуіміз мүмкін да. Осы ой маған дәл қазір келген кезде, мен мұнаны уже жеткізуім керек аудиторияға дедім ғой кәдімгідей. Шынымен тек жаратушыңа байлау. Бірақ бұл жерде сеніп алып, жаратушыңа сеніп алып жатып алу деген сөз емес үйде дейтін. Жаратушыңнан үміттену, жаратушың арқылы үміттену да бұл жерден дейтін. Ал кейін қолыңнан келген әрекеттерді, алдыңнан шыққан мүмкіндіктерді теріп алып, жасай беруді біздікі дейтін. Сол үшін де өзім өзгеремін деп емес, жаратушымыз арқылы шығатын болсақ, бізден настолько жеңіл болады екен. Осы ой жеткізгім келді. Парақшама тіркеліп алыңыз, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Алда уақытта мен пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын.